жүргізушіңіз автокөліктен түсесіз ба? Қазір мені полиция тоқтатты. Қазір сағат 6 шамасы, 6-тан 4 кетті. 10 минут бұрын осы машина тоқтатты. Біз Түркістан облысы Келес ауданы Рысқұлов көшесінің бойында тұрмыз. Менің жарық шамдарым аты жанбайды дейді. Мына жер біреу жанбайды деп, осыған бола тоқтатты. Мынау түсіп қалған еді өткенде, бір андай болды, соғылған кезде. Енді сөйтіп маған келіп түсемін дейді да. Мына бір полицей, қаптама түзген полицей келді, маған мынандай жасағанға қараңыздаршы. Мынандай нәрсе жасағанға. Өйткені артымнан 3 километр артынан келді да, полицейше білгендей. Мен көріп келетім артында келатқан осыны. Біле тұра келді ма білмеймін, бірақ мынандай нәрсені келді да артындағы нөмірге қараушы еді әдейі. Алдына барып қарап, мына нөмірді анықтау үшін алдына қарап әдейі тоқтатты да. Мына жігіт мен білем, ол жігіт өткенде мына сайлау комиссиясының алдында толтырған жігіт, хаттаманы толтырған жігіт. Осыны нәрсені байқап тұр да қазір. Жүргізушіңіз автокөліктен түсесіз ба? Визитка жабыстырыңыз нөмірін. Қайсыларын қиянат жасам деп тағы. Мен жапсырмағым ма? Тестеңіз. Жұмыс, мен сізді нақты тоқтатып Сен бірінші не себеп түсіндіргенің сен? Сендер қиянат жасапсыңдар ғой маған тағы да, үндемей жүріп, қақтан білдің оны қазір сен? Алдыма өтіп, мемлекеттік номерді теру мақсатында тағы да өзің таныстыршы. Мен таныстырып өттім. Мен видеоға түсіріп отырмын қазір. Мен де қызметтік бейнежетонды түсіріп тұр. Айта бер, өзің таныстыршы. Мына қараңыз. Заводтық күйінде 2 лампочка жанып тұр көпке міндетті түрде. Сен сол үшін тоқтаттың оны? Иә. Енді анамнан қиянат жасағанды әдейі істеп тұрсың ба сен маған қазір? Сен дұрыс қиянат жасап тұрған ма? Мен жабыстырмағанмын оны мысалы. Кім жабыстырған? Автокөлік сіздікі ма? Менікі. Мен қазір стоянкадан шықтым. Автокөлік сіздің басқаруыңызда ма? Иә. Енді? Иә, енді. Аха. Автокөлік сіздің басқаруыңызда, автокөлік қоққан, сіз жауап бересіз ба? Мен тұрған кезде мен қақтан білем оны, кім жабыстырған, мен қақтан білем. Автокөлік сізге тиесілі, сіздің жеке мүлкіңізге ешкім қиянат жасай алмайды. Онда қазір бетейік онда. Қазір менің арыз қабылдаңыз. Мен қазір камераны түсіне тұрған мынау. Маған келіп біреу жабыстырғанын мен точно білем. Өйткені маған біреу жабыстырып кетті оны. Жабыстырып кетті маған, явно айтамын. Менде камера бар ана жұмысым алдында. Кім жабыстырған, мен камерадан код тауып беремін мен. Хорошо? Бұл бойынша қазіргі таңда әкімшілік хаттама жасасаңыз, бірінші нақты тоқтату себебін бойынша штрафыңызды салып беріңіз. Оған келісем. Оған келісем. Тоқтатып тексеру барысында анықталып жатқан нарушение бойынша да әкімшілік хаттама жасалатын болады. Мен келіспеймін оған. Мен келіспеймін оған. Қашы. Әдейі маған жасап тұрғандарын қарсы? Қарашы маған әдейі мынандай нәрсені қойып болған ғой. Әдейі. Мен бұндай нәрсені істемеймін вообще, мен қаяқтан андай болған мен білмеймін. Әдейі келіп маған жабыстырып кетті да. Мына кісілер қазір артынан келді, анау жұмыс жағынан келіп, мен уже артынан келіп, мына 3 кісі тоқтап тұрды мені. Білмеймін кім жасағанын, бірақ біреу қиянат жасаған, явно. Явно ол. Ол бекерден бекер емес. Өткенде сен толтырғансыз. Именно осы келіп, өшеді мен андай берген, бұл кісі, именно бұл кісі ана жерде бар, мен шақырған ғой сізді, білем ғой, мен танып тұрмын ғой. Мына кісілерді танып тұрмын. Мен бұны біліп тұрмын, әдейі ұйымдастырылған, сендер сондықтан келіспеймін бұны айтып жатқандарыңызға.